Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бөлім тақырыбы өнер. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Оқу мақсаты сөздік қорды толықтыру, берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану. Тірек сөздер, сызбалар. Сабақ мақсаты барлығы мұғалім көмегімен оқыған мәтіннің мазмұнын түсінеді, постер құрастырады. Көпшілігі мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, тірек сөздерді қолданып, ауызша сөйлемдер құрайды. Кейбірі оқыған мәтінді мазмұндайды, өзі білетін ақпаратымен бөліседі. Бағалау критерийлері. Мәтінді мәнерлеп оқиды, оқыған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқыңдар, мәтінге тақырып қойыңдар. Менің отбасым өнерлі. Атам күмістен сырға жасайды. Қарындасым Гүлсая билейді. Інім Нартай ән үйірмесіне барады. Ағам Әлихан музыка мектебінде оқиды. Досым екеуміз қол өнер үйірмесіне қатысамыз. Саша екеуміз қағаздан ойыншық жасадық. Біз отбасымызбен музейге барып тұрамыз. Атам музейдегі көне заттарға ұқсайтын алқа жасады. Өзіңді тексер. Екінші тапсырма. Кестені толтырыңдар. Мұражайда. Өзіңді тексер. Мұражайда алтын адам, киімдер, құмыралар, көне заттар, экспонаттар, ыдыстар бар. Үшінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, салыстырып жазыңдар. Тірек сөздер: биік, аласа, ескі, жаңа, әдемі, үлкен, кішкентай, ту, елтаңба, гүлдер, ағаштар. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазыңдар.
Өзіңді тексер. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Мынау орталық мұражай. Әкем домбыра тартады. Мұхтар Әуезов жазушы. Мұражайда ескі құмыра бар. Бол бұрын жазушы тұрған үй. Мына кітап 10 ғасырда шыққан. Мұражайда араб тілінде жазылған кітаптар бар. Сабақты қорыту. Қандай суреттерде Алматы тарихының ескерткіштері көрсетілген? Қосымша тапсырма. Бұрынғы оқушы заттары қандай болған?